Жантақ керемет өсімдік. Ол Азия, Таяу Шығыс және Еуропаның кейбір құрғақ және жартылай құрғақ аймақтарында өсетін көп жылдық бұта. Қазақстанда оны жантақ деп атайды. Бұл өсімдік өзінің терең және кең тамыр жүйесімен танымал. Бұл тамырлар жер астына өте тереңге, кейде 15 метрге дейін жетеді. Бұл керемет бейімделу өсімдікке жер астынан су табуға мүмкіндік береді. Ол басқа өсімдіктер өсе алмайтын қатал шөл жағдайында өмір сүруге көмектеседі. Өсімдіктің өзі өткір тікендермен қапталған. Бұл оны көптеген жануарлардың жеуінен қорғайды. Жантақтың сыртқы түрі өте ерекше. Ол әдетте 1 метрдей биіктікке жетеді. Оның бұтақтары қатты және тікенді. Және ол гүлдеу кезеңінде ұсақ, қызғылттан күлгінге дейінгі гүлдер шығарады. Бұл гүлдер ақырында ұсақ тұқым қабықшаларына айналады. Ғасырлар бойы бұл қарапайым өсімдік шөл ландшафтының бір бөлігі ғана емес. Ол жануарлар мен адамдар үшін өмірлік маңызды ресурс болды. Атауы айтып тұрғандай, түйелер оны жиі жейді. Басқа жерде аз кездесетін қоректі табады. Бұл аймақтардағы адамдар оның құндылығын тек мал азығы ретінде ғана емес, сонымен қатар дәстүрлі медицина көзі ретінде де бұрыннан таныды. Жантақтың халық медицинасында тарихи қолданылуы өте кең. Орталық Азия мен Таяу Шығыстағы дәстүрлі емшілер өсімдіктің әртүрлі бөліктерін, соның ішінде тамырларын, сабақтарын және гүлдерін емдік заттар жасау үшін қолданған. Ол көбінесе ас қорыту проблемаларынан бастап, тері ауруларына дейінгі денсаулық мәселелерінің кең ауқымын шешу үшін қолданылған. Бұл дәстүрлі білім ұрпақтан ұрпаққа берілді. Ол өсімдіктің дәрілік қасиеттеріне деген қазіргі қызығушылықтың негізін қалайды. Өсімдіктің табиғаттағы төзімділігі, оның адам ағзасына ұсынады деп саналатын күш пен емдеу қасиеттерін көрсететін сияқты. Бүгінде жантаққа деген ғылыми қызығушылық артып келеді. Зерттеушілер оның дәстүрлі қолданылуының артындағы ғылымды түсіну үшін өсімдікте кездесетін химиялық қосылыстарды зерттеп жатыр. Олар флавоноидтар, алкалоидтар және сапониндер сияқты әртүрлі белсенді ингредиенттерді анықтады. Бұл қосылыстардың денеге әртүрлі әсер ететіні белгілі. Бұл зерттеу жантақтың емдік қасиеттері туралы бұрыннан келе жатқан кейбір нанымдарды растауға көмектеседі. Ол сондай-ақ оны қазіргі заманғы жағдайда қалай қауіпсіз және тиімді қолдануға болатынын анықтауға көмектеседі. Жантақтың қарапайым шөл бұтасынан ғылыми зерттеу нысанына дейінгі жолы шынымен де қызықты. Жантақтың ең танымал пайдаларының бірі, оның ас қорыту жүйесіне оң әсері. Ол дәстүрлі түрде ас қорыту бұзылыстары, іштің кебуі және асқазанның ыңғайсыздығы сияқты мәселелерге табиғи ем ретінде қолданылған. Өсімдіктегі қосылыстар асқазан қабығын тыныштандыруға және ас қорытуды жақсартуға көмектеседі деп есептеледі. Ол сондай-ақ іш қатуды жеңілдетуге көмектесетін, жұмсақ іш жүргізетін қасиеттерге ие деп саналады. Ишек қозғалысын реттеуге және ішектегі қабынуды азайтуға көмектесу арқылы жантақ жалпы ас қорыту саулығына ықпал ете алады. Көптеген адамдар бұл өсімдіктен жасалған шайды ас қорыту денсаулығын қолдау және асқазанның жалпы ауруларынан арылу үшін жұмсақ әдіс ретінде қолданған. Жантақ сонымен қатар диафоретикалық және диуретикалық қасиеттерімен танымал. Диафоретикалық зат терлеуді тудыратын зат, ал диуретикалық зат зәр шығаруды арттыруға көмектеседі. Бұл әрекеттер денені тазарту үшін өте маңызды. Терлеу мен зәр шығаруды ынталандыру арқылы жантақ денеге токсиндер мен артық тұздарды шығаруға көмектеседі. Бұл процесс бүйрек пен зәр шығару жүйесі үшін пайдалы болуы мүмкін. Ол қалдық өнімдерді тиімдірек шығаруға көмектеседі. Бұл тазарту әсері оның дәстүрлі детоксикация тәжірибесінде қолданылуының негізгі себептерінің бірі болып табылады. Ол қанды тазарту және дененің табиғи тазалау механизмдерін қолдау тәсілі ретінде қарастырылады. Сонымен қатар, жантақ қабынуға қарсы және ауырсынуды басатын қасиеттерге ие деп есептеледі. Бұл оны буын аурулары және бұлшықет аурулары сияқты жағдайларды шешу үшін пайдалы етеді. Өсімдіктегі белсенді қосылыстар денедегі қабынуды азайтуға көмектеседі. Бұл көбінесе ауырсыну мен ыңғайсыздықтың негізгі себебі болып табылады. Адамдар дәстүрлі түрде жантақтан жасалған препараттарды ауырған жерлерді тыныштандыру үшін сырттай қолданған. Олар сондай-ақ ішкі қабынуды басқаруға көмектесу үшін оны шай ретінде ішкен. Ол қазіргі заманғы ауырсынуды басатын дәрілерді алмастырмаса да,
Қабынумен байланысты созылмалы ауырсынудан жұмсақ жеңілдік іздейтіндер үшін құнды табиғи көмек болды. Тағы бір маңызды пайдасы, оның тыныс алу жолдарының денсаулығын қолдау әлеуеті. Халық медицинасында жантақ шайы жөтелді, суықты және басқа да тыныс алу жолдарының мәселелерін емдеу үшін қолданылған. Ол қақырық түсіретін зат ретінде әрекет етеді деп есептеледі. Яғни ол тыныс алу жолдарынан қақырықты босатуға және тазартуға көмектеседі. Бұл тыныс алуды жеңілдетіп, тітіркенген тамақты тыныштандыра алады. Ыстық жантақ шайының буы да мұрын бітелуін жеңілдету үшін жұтылуы мүмкін. Бұл дәстүрлі қолданыс өсімдіктің асқазаннан өкпеге дейінгі әртүрлі жалпы денсаулық ауруларын шешудегі әмбебаптығын көрсетеді. Көптеген әлеуетті пайдасына қарамастан, жантақ бәріне бірдей жарай бермейді. Оны қолданбас бұрын қарсы көрсеткіштерді білу өте маңызды. Жүкті және бала емізетін әйелдер жантақты қолданудан толығымен аулақ болуы керек. Өсімдіктегі белсенді қосылыстар жүктілікке әсер етуі немесе емшек сүті арқылы нәрестеге өтуі мүмкін. Және олардың дамып келе жатқан нәрестеге әсері толық зерттелмеген. Бұл шөптің осы ерекше топтар үшін қауіпсіздігі ғылыми зерттеулермен анықталмаған. Сондықтан, ана мен баланың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін сақтық шараларын қолданып, осы сезімтал кезеңдерде оны қолданудан бас тартқан дұрыс. Кейбір бұрыннан бар медициналық жағдайлары бар адамдар да өте сақ болуы керек. Мысалы, созылмалы бүйрек немесе бауыр аурулары бар адамдар жантақты қолданбас бұрын дәрігермен кеңесу керек. Өсімдіктің диуретикалық қасиеттері болғандықтан, ол бүйрекке қосымша жүктеме түсіруі мүмкін. Сол сияқты, бауыр шөптерде кездесетін көптеген қосылыстарды өңдеуге жауапты. Егер бұл органдар бұрыннан зақымданған болса, жантақты қолдану жағдайды нашарлатуы мүмкін. Сіздің толық медициналық тарихыңызды түсінетін денсаулық сақтау маманымен кеңесу өте маңызды. Бұл сіз үшін қауіпсіз екенін анықтау үшін. Кәсіби нұсқаусыз өзін-өзі емдеу қауіпті болуы мүмкін. Тағы бір маңызды мәселе аллергиялық реакциялардың болуы. Сирек болса да, кейбір адамдар жантаққа немесе бір отбасыдағы басқа өсімдіктерге аллергиясы болуы мүмкін. Аллергиялық реакцияның белгілері терінің жеңіл бөртпелерінен, қышудан немесе есек жемнен бастап, тыныс алудың қиындауы, немесе бет пен тамақтың ісінуі сияқты ауыр реакцияларға дейін болуы мүмкін. Егер сіз жантақты алғаш рет қолдансаңыз, денеңіздің қалай әрекет ететінін көру үшін өте аз мөлшерден бастаған жөн. Егер сіз аллергия белгілерін байқасаңыз, оны дереу қолдануды тоқтатып, симптомдар ауыр болса, медициналық көмекке жүгінуіңіз керек. Соңында, жантақ кейбір дәрі-дәрмектермен әрекеттесуі мүмкін. Мысалы, оның диуретикалық әсері, қан қысымын төмендететін дәрілермен, немесе денедегі сұйықтық теңгеріміне әсер ететін басқа дәрілермен әрекеттесуі мүмкін. Ол сондай-ақ қабынуға қарсы дәрілермен, немесе бауырмен өңделетін дәрілермен әрекеттесуі мүмкін. Егер сіз кез келген рецепт бойынша дәрі-дәрмектерді қабылдап жатсаңыз, жантақты өз режиміңізге қосудан бұрын дәрігеріңізбен, немесе білікті фармацевтпен сөйлесу өте маңызды. Олар сізге әрекеттесудің әлеуетін түсінуге көмектеседі, және оны қолдану қауіпсіз бе, жоқ па, соны айтады. Дәрігеріңізбен кеңеспей, ешқашан тағайындалған дәрі-дәрмекті тоқтатпаңыз, немесе өзгертпеңіз. Жантақ шайын дайындау үйде жасауға болатын қарапайым процесс. Бірінші қадам жоғары сапалы, кептірілген жантақты алу. Оны әдетте арнайы денсаулық тағамдары дүкендерінен, немесе сенімді шөп жеткізушілерден табуға болады. Әр кесе суға бір шай қасық кептірілген шөп қажет болады. Шайдың тым күшті немесе тым әлсіз болмауын қамтамасыз ету үшін дұрыс пропорцияны қолдану маңызды. Дайындау үшін сізге кішкене кастрюль немесе қақпағы бар шайнек, өлшеуге арналған қасық және қайнатқаннан кейін шөпті сұйықтықтан бөлуге арналған сүзгі қажет болады. Ең жақсы дәм үшін таза, сүзілген суды қолдану да ұсынылады. Шайды қайнату үшін кастрюліңізге бір кесе шамамен 250 мл суды қайнатудан бастаңыз. Су қайнағаннан кейін бір шай қасық кептірілген жантақ шөбін қосыңыз. Шөпті қосқаннан кейін дереу отты баяулатып, кастрюльді қақпақпен жауып, ақырын қайнатыңыз. Бұл қайнату процесі маңызды. Ол өсімдіктегі пайдалы қосылыстардың суға баяу шығуына мүмкіндік береді. Шайды 10-15 минуттай қайнатыңыз.
Тым ұзақ қайнату шайдың дәмін тым ащы етуі мүмкін. Ал жеткілікті қайнатпау әлсіз қайнатуға әкелуі мүмкін. Шай қайнап болғаннан кейін отты өшіріп, тағы бірнеше минут тұндырыңыз. Бұл өсімдік материалының түбіне шөгуіне мүмкіндік береді. Содан кейін, шайды ұсақ торлы сүзгі арқылы кесеңізге мұқият құйыңыз. Бұл шөптің барлық ұсақ бөліктерін алып тастап, сізге таза сұйықтық қалдырады. Шайдың ерекше, жер дәмі болады. Сіз оны жай ішуге болады. Немесе қаласаңыз, дәмін жақсарту үшін аз мөлшерде бал немесе лимон қосуға болады. Әдетте, күніне бір кесе жантақ шайын ішу ұсынылады. Оны көп мөлшерде тұтынуға кеңес берілмейді. Қорытындылай келе, жантақ пайдалы шөптік ем болса да, оны сақтықпен және құрметпен қолдану керек. Бұл өсімдіктің ас қорытуды қолдауда, денені тазартуда және қабынуды азайтуда, дәстүрлі медицинада ұзақ тарихы бар. Алайда, қауіпсіз емес. Қарсы көрсеткіштерді, әсіресе жүкті әйелдер мен созылмалы денсаулық жағдайы бар адамдар үшін есте сақтаңыз. Әрқашан ықтимал аллергиялық реакциялар мен дәрі-дәрмектердің әрекеттесуін ескеріңіз. Жантақты немесе кез келген жаңа шөптік қоспаны қолдануды бастамас бұрын, ең маңызды қадам, дәрігеріңізбен немесе білікті денсаулық сақтау маманымен кеңесу. Олардың нұсқаулары сіздің жеке денсаулық қажеттіліктеріңізге сәйкес, оны қауіпсіз және дұрыс қолдануды қамтамасыз ету үшін өте маңызды.